Сәлем достар, сендермен бірге біз өткен серияда шахматты қалай ойнау керектігін үйреткен едім. Енді бүгін шахмат ойнаймыз. Ал кеттік. Пешка. Пешка. Піл. Ферзь. Кейін барып ат. Шабуыл жасаймыз. Қараңыз достар, мына пілмен жейін деп тұрған екен, ақымақ екен. Артқа ферзьпен. Рокировка. Атпен жүреміз. Нормально. Енді не істесек екен? Артқа. Шабуыл жасап жатыр достар. Пешка. Пешка. Қорғанамыз. Не істесек екен достар? Ферзьке шабуыл жасаймыз атпен. Және шабуыл жасаймыз. Шабуыл жасаймыз. Қалай істесек екен? Істесек болмайды. Атпен жейміз ферзьті. Жейміз. Корольмен. Қалай? Түсінікті. Кейін жейміз. Шах. Қашамыз. Кейін атпен. Атқа. Ферзьпен жүрсек олай болмайды. Онда атпен алға. Жейміз. Қайт жейміз. Атпен жейміз. Қауіпті территория болатын болса. Атпен атқа. Атқа. Қорғанамыз. Және қорғанамыз. Атпен алға. Осымен қалай істесек екен? Бүйтеміз. Қашты артқа. Атпен алға. Және шах. Бүйтеміз. Жейміз. Қайтып жейміз. Және де мұнда. Және мұнда. Алақай достар. Біз средний уровеньді аштық. Енді бұл средний уровеньді келесі видеоларда өтеміз. Сау болыңдар.